Hey dostlar, bарлığına selam. Sizlerle bugün ben Bek Sultan Cane'de Madiyar Perinebay, Miko, Çina. Dostlar, bugün bizning aramizda o'ta keremet qiziqli video chiqadi deb turib, so'ndiqdan sizlar video bosmamasdan mana like-laringizni bosib, anaga yozib o'tiringizlar. Endi biz ko'p so'zlamay videomizni boshlaymiz. Жалпы құрметті көрермендер, бізде жалпы әркім өз түсімен тамақ жеу контентіне келіп отырмыз. Бұл жерде қазір алдымызға 3 цвет беріліп отыр. Ол сары, қызыл, жасыл. Қазір үшеуміз қандай цвет жетінін оны қазір рандом арқылы таңдайтын боламыз. Көз жұмып қарамай. Яғни айтқан достар, бұл жерде қазір алдымен үшеуміз білмейміз қандай цвет. Соны алдымен қазір біліп аламыз, сосын барып жеуді бастаймыз. Ал достар, бірінші Чина таңдаймын дейді. Қандай түс? Короче, қараңыздар достар. Бұл жерде видео став не қылып таңдап қоюға түсінікті да. Сол үшін өттің қазір қайсысына бірінші қол тиеді, соны таңдайды. 1, 2, 3 тава кеттік. Кеттік. Қолым дұрыс тұр ма? Иә, әдемі біреудің үстін бас бол. Иә. Красавчик. Так, достар, мен қызыл түс жейтін болдым, нормально. Қол көтер. Мына екеуін біреу, короче. Иә. Давай, таңда. Аю! Жасыл зормаса сникерс. Так достар, қазір әр осы түстеріне 5 саттан қойылатын болады. Кім қайсынан жейді? О үшін бірінші жеп қою керек. Бірінші жеп қойған адамға 30 теңге берілетін болады. Как обычно. Бауырлар, уже қарсы. Мына кім кішкентайға? Екі тістейім жоқ қойшы бір зат. Болды. Қазір аузыма салам болды ғой. О үшін жарысыларыңыз керек қой. Басы шайнаңда. Басы тәтті болса аяқ ашып өтті деген. Көреміз. Ал кеттік ал. Достар, бүгінгі видеомыздың спонсоры ол Бірхебет. Достар, егер де сіздер спортқа немесе киберспортқа ақша тікілеріңіз келсе, ендеше осы видеоның астындағы бекітілген комментарийдағы сілтеме бойынша өтіп, менің осы Бек деген промокодымды теріп, алғашқы депозиттеріңізге 260 000 теңге дейін бонус алып кетіп, сөйтіп ойнасаңыз болады. Ендеше сілтемесі астында тез асырыңыз. Алтай достар, заттар қойылды. Әркім өз заттармен танысты. Что-то менде қалай кім жеңіске жетем деп ойлап жатыр. Енді ең қиыны бау ойнап тұр достар, мына ішінде арақ жесеңдер. Мороженое еріп отыр екен, а? Қазір екінші мороженое жеймін. Біріншіден де ойын. Бірінші қиыннанбасын деп отырсың да? Не анау? Компашкамен отырып жейтін чипсы ғой? Са кішкентай жоқ па да? Сондай болып қалды, в общем. Әркімде бір қиын нәрсе болады, бір сушняктан болады, бір фруктан болады деген мәселе, в общем. Ал, не істейміз? 1, 2, 3 бастаймыз ба? Давай, 1, 2, 3, кетті ал. Чина имбирден бастады, Мадияр сушняктан. Апельсинді ашып жатыр Мейрамбек. Жота, Мейрамбек жеңіске жететін сияқты маған. Достар, сіздер дәл қазір комментарийға жазып кетіңіздер. Кім жеңіске жетеді? Мадияр аға, Чина братан, немесе Мейрамбек? Мадияр аға сөздер жатыр. Мейрамбек әлі ашып жатыр. Чина братан имбир жеп жатыр. Түрін өзі айтып тұр, имбир қандай ашып деген. Мейрамбек, айбай, жасалды Мейрамбек. Алтай достар, Мейрамбек өзі біразын жап қойды. Мадияр аға өзі маринад қойды да. Үлкен болса үлкен жарайды, кішкентай әдем таңдарсың, мана жоқ. Чина братан. Жаман ашы екен достар, маған аузым күйіп барады. Сәл қапты уже. Тұрсақ кетті. Кетті. Бір нәрсе кетті. Мейрамбекте бір нәрсе кетті. Перец. Жемейтін жер. Алып тастап отық та дәнектерді.
Мейрамбек екі нәрсе өтті. Мені ең главный не болып тұр, блядь. Туп. Алтay достар, жігіттер еді сөйлеге уақыт жоқ, бәрі бір-бірімен жарысып жатыр. Міне, Чина бір адамда не қапты? Почти аракис қана қалды. Мейрамбекте ММ'деміз, туғын жарысын ұрып қойыпты уже. И Мадираға да сәл чипсы бар, снегерсін жартысы, и сок. Барлығы суды сәл сақтап отыр, өнімдеп. Сөйлеуге уақыт жоқ достар, отатын жоқпын ба? Мама, боқатын ош. Кән Мейрамбекте сәл қапты. Ең ауыр басталды ғой енді. Соны жеп қойы қиын ғой. Мына еще кішкентай пачканы алса түсінемін ғой. Пачкасын алам. Еще ең ашысы еще дамбал деген аяғы. Только кім одан? Нормально, түбінде қалдым. Ба, Мейрамбек соғыс болды. Кетті ма мынау? Болды. Что-то болды, асықпа әже бересіздер, ол кайфпен. Мейрамбек. Акамса. Мейрамбек пен Чина жарысып жатқан сияқты уже өзара. Конкретно аузына салғасың мана? Bir pachık durun kaysasın. Sen ben satın bana. Şimal aldım ben. Sert. Sert değil mi? Olsun benim bak. Evet. Oldu. Ayırdayım Meyramбек. Бірақ достар негізі мойындау керек, енді ондай Мейрамбекке түсіп қалған сияқты сарызды. Ne yapıyorsun? Bazı жағы бірақ, молодец. Buraya kadar al. Kızıl түссе de süt tuttum. Hayvan жасыл түссе de. Çiftliği devam değil. Nasıl mı? Yani. Sucak var var. Şokolade kalmaz. Toplanan saklınıza oturup olmadı уже. Çay şok var. Atıldı da. Nasıl? Kutuyorum ben. Tukсы деп қойғанша tukты, полный туктаған. Ой. Кетті. Кетті. Алдық достар, бізде Мейрамбек жеңіске жетті. Көріп тұрғанда уже алдында зат жоқ. Мадираға да бір чипсы қалды. Чина баратында аракис. Тоже почти жартылай қалыпты. Все, Мария кнурлап жеп отырсың. Іші сары қой деп қойып па? Что там, қалай енді жалпы? Челлендж ұнады ма? Ұнады, мен бірақ достар ана қызыл имбир жегенем, аузым ашып, сразу настроение кетіп қалды содан. Еще содан бастап жегем ғой. Сағанша қалай, Мейрамбек? Çok doğru. Түк болған жоқ па? От душинан болды ма? Açtım, apır-tupır, oradan тұрдым кеттім ғой. Негізі мынаның кішкентайлерден алғанда бар ғой. Сол өзі конкретно байға болды. Кәдімгі десе жарысып. Біз уже ұтылатынын біліп тұрып қана, дәл әуде онан қайып жейсің екен. Мынау ауыр кетті мынау негізі. Болады ғой. Ол қалса. Короче, достар, бір сөзбен айтқан кезде Мейрамбектің ұтқанына әділ емес бұл, короче. Болмайды олар. Ал ой болса достар, видео ұнаған болса лайк басып арнаға жазып отырыңыздар. Бізде осындай челлендж болды. Достар, негізі челлендж ұнады маған. Мейрамбек жеңіске жетті бүгін. Жеңіске жетті деп мойындайық па. 30 деген ғана. Каспинге сап жіберем. Әрге чек қойыпша. Алайса достар, видео ұнаған болса білесіздер, білдіріңіз аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар. Комментария пікір қалдырыңыздар, айтпай қойсақ істейтін жарыстар, Егер де достар осы видео жақсы комментарий мен жақсы лайктар жинаса, келесіде осы составпен тағы бір видео түсіретін боламыз. Бірақ достар, ол жандай фастфуд сондайлармен жарысатын боламыз. Сондықтан сіздермен болған мен Бек Сұлтан, Мадияр, Мико и Чина. Чина. Ал, қош сау болыңыздар.